Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты серіппелі маятник деп аталады. Жүргізілген эксперименттік жұмыстың нәтижесінде серіппелі маятникке ілінген массасы 3 кг жүктің гармоникалық тербелісінің төмендегідей график алынған. Осы берілген мәтін бойынша 5 сұраққа жауап берейік. Біріншісі, тербеліс амплитудасы. Амплитуда дегеніміз бұл дененің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы. Графиктен көріп отырсаңыздар, яғни ол ең үлкен ауытқуымыз 1-ге тең болып тұр. Ал өлшем бірлігі x-ің жанына қарайсыздар, ол сантиметр болып тұр. Демек біз амплитудан сантиметрмен алатын болса, ол 1 сантиметрге тең болады. Келесі, тербеліс периодын тап дейді. Период дегеніміз дененің толық бір тербеліске кететін уақыт. Яғни қарап отырсаңыздар, толық бір тербеліске кететін уақыты бұл жерде бізде 8-ге тең болып тұр. Демек те тербеліс периодын біз 8 секунд деп аламыз. Келесі сұрақ. Серіппенің қатаңдығын тап дейді. Серіппелі маятниктің анықтамаға сәйкес формуласы Т тең 2π түбір астында m бөлінген k еді. Мұндағы m дегеніміз бұл жүктің массасы, k деген серіппенің қатаңдығы. Енді түбір астынан k-ны тауып алу үшін ең алдымен екі жақты квадраттаймын. Сонда t-ның квадраты t квадрат тең болады 2-ның квадраты 4 көбейтілген π квадрат, ал түбір астынан m бөлінген k шығады. Сонда m бөлінген k. Осыдан k-ны табатын болсақ, t квадрат екеуі орнына ауысады. 4π квадрат көбейтілген m бөлінген t квадрат. Пи квадратты бізде есептің басында 10 деп алыңыздар деген. Олай болса 4 көбейтілген 10 көбейтілген массамыз бізде 3 кг еді. Және бөлеміз, периодымыз бізде 8 секунд. 8-дің квадраты ол бізде 64 секунд квадрат. Осыдан 40-ты көбейтеміз 3-ке, яғни ол бізде 120-ға тең. 120-ны бөлеміз 64-ке, сонда тең болады. Жоқтағанда бізде 1,187 ньютон бөлінген метр. Ал дәлірек айтса 1,1875 ньютон бөлінген метр. Дәл бұл жерде тек қана А жауабы сәйкес келеді. Яғни 1,187 ньютон бөлінген метр белгілейміз. Келесі, тербелістің максимал үдеуін тап дейді. Жалпы максимал үдеуді қалай табу аламыз? Ол үшін біз еске түсіреміз. Егер де біз x-тан бір рет туындалатын болсақ, онда ол бізге жылдамдықты беретін еді. Яғни v тең x-тан бір рет туындалымға тең. А егер біз ада, яғни жылдамдықтан бір рет туындалатын болсақ, немесе x-тан 2 рет туындалатын болсақ, онда біз үдеуді алатын едік. Енді бұл жерде ең алдымен формуланы қорып шығарайық. Яғни синусоида немесе косинусоида екендігін біз қалай білеміз? Естеріңізде болса, математикада синус 0 градуста бізде 0-ге тең еді. Олай болса, бізде графигіміз 0-ден басталу керек. Себебі косинус 0 градуста, естеріңізде болса, ол 1-ге тең. Демек график 0-ден басталмайды. Бұл жағдайда синусоида. Енді жалпы формуласын жазайық тербеліс үшін. Яғни x тең а көбейтілген синус омега т. Бір рет туындалатын болса, бізде жылдамдық шығады деді. Яғни v тең x-тан туындалатын болсақ, сонда а көбейтілген синус омега т-дан туындаламыз. Синустың туындысы бізде косинусқа тең екендігін еске түсірейік. Яғни а өзі жазылады көбейтілген косинус омега т, және қосымша аргументтен туындаламыз. Себебі бұл күрделі функция. Осыдан омега т-дан бізде омега шығады. А-ны а мен омега өзара көбейтіледі. Сонда v тең болады а көбейтілген омега косинус омега т деген формула шығады. Бұл жердегі жылдамдықтың максимал мәні дәл осы жерде v максимус а көбейтілген омегаға тең болып тұр. Келесі, үдеуді тауып алу үшін жылдамдықтан бір рет туындаламыз. Сонда а тең а көбейтілген омега косинустың туындысы минус болады, алдына жазып беремін. Яғни синус омега т, және қосымша омега т-дан туындалсақ, омеганың өзі шығады, көбейтілген омега. Осыдан минус а көбейтілген омега квадрат көбейтілген бізде
синус омега т формуласы шығады. Бізге үдеудің максимал мәнін тап дейді. Демек, үдеуіміз бұл жағдайда а максимум тең болады синус немесе косинустың алдында тұрған мән, сол берілген шаманың амплитудасы болады. Модульмен алатын болсақ, а көбейтілген омега квадрат. Енді, мұндағы а дегеніміз бізде амплитуда, яғни ол 1 сантиметрге тең, омега белгісіз. Омеганы табу үшін өзіне тән формуласын жазамыз. Түбір астында к бөлінген м. Немесе екінші формуласы бар. Омега тең 2π бөлінген т. Мен омега тең 2π бөлінген т формуласы арқылы омеганы табайын. Сонда омегам тең болады. 2 көбейтілген π бізде 3,14. Бөлеміз бізде нешеге? Радиан. Және бөлеміз 8 секундқа. Сонда 6,28-ді бөлеміз 8-ге. Бұл тең болады 0,785 радиан бөлінген секунд. Таптық. Енді орнына апарып қоямыз. Сонда а макс, мен мына бөлікте жаза берейін, тең болады. А дегеніміз сантиметр метрге айналдыратын болса, 1 сантиметріміз ол 0,101 метр. Көбейтеміз. 0,785 квадраты тең болады жоқтағанда 0,62 деп алсақ болады екен. Сонда тең болады 0,162-ні көбейтеміз 0,101-ге. Ол тең болады, яғни 0,1062 метр секунд квадрат. Осыдан а макс дегеніміз оның минус 3 дәрежесімен алса 6,2, 10-ның минус 3 дәрежесі метр секунд квадрат. Яғни бұл жерде мен қатты жуықтап жібердім. Сонда бұл жерде бізде С жауабы сәйкес келеді. 6,25, оның минус 3 дәрежесі метр секунд квадрат. Ең соңғы сұрағымыз. Тербеліс басталғанда жүктің тепе-теңдіктен ығысуы 0,5 см болатын ең аз уақытты тап дейді. Яғни бізге формуланы жазайық. X тең а көбейтілген синус омега т. Омеганы ашам 2π бөлінген үлкен т, яғни период. Көбейтеміз т. X-ның орнына мен 0,5 см қоям. Сантиметрмен ала берейін. Яғни 0,5 тең 1 сантиметр еді. Сантиметрлерін жазбайым. Көбейтілген синус 2π бөлінген т көбейтілген т. Енді 0,5-ті 1-ді келесі бетке өткізгенде бөлу болып барады. Сонда немесе екі жақты бірге бөліп жіберсек 0,5-тің өзі қалады. Яғни ол 2-ден 1 деп жазсақ болады. Тең синус 2π бөлінген т көбейтілген т. Біз білеміз, синус қандай мәнде, синустың қандай мәнде 2-ден 1-ге тең. Пи бөлінген 6-да еді. Олай болса, пи бөлінген 6 тең, ол кезде синусты жазбай кетеміз. Сонда 2π бөлінген т көбейтілген т. Пи мен пи бізде қысқарады. Осыдан т-ны табайық. Пропорция орындаймыз. Ол т бөлінген бізде 12-ге тең болады. Яғни т бөлінген 12 дегеніміз бізде қай жауап болып тұр екен? Д жауабы. Міне осылайша біз таптық. Осымен бүгінгі біздің контекст тапсырмасын талқылауымыз аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Айтпақшы, мен инстаграм парақшам бар, дәл осы физика, теория, практикаға. Сол жерде өздеріңізді мазалаған есептер, немесе сұрақтар болса, қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта сол сұрақтарыңыздың жауаптары YouTube каналда шығады. Қош сау болыңыздар.